Ахмет Байтұрсынұлы анама хат. Қарағым, дұғагөйім, қамқор анам, арнап хат жазайын деп алдым қалам. Сені онда, мені мұнда аман сақтап, көруге жазға еді хақта қалам. Бара алмай өтірікші болып әбден, Семейдің түрмесінде отыр балаң. Мал ұрлап кісі өлтірген айыбы жоқ, өкімет өр зорлыққа не бар шараң. Үмітсіз шайтан болсын деген сөз бар, жолдар көп жәннатқа да тарам-тарам. Оқтиып он ішімде ой түсіріп, бітпеген жүрегімде бар бір жарам. Алданып тамағыма оны ұмытсам, болғандай жегенімнің бәрі харам. Адамнан туып адам ісін етпей, ұялмай не беттім мен көрге барам. Көп айтпай қысқасынан сездіретін, балаңның мінезі бар сөзге сараң. Кетер деп суға құлап отқа түсіп, қайғы жеп, менің үшін болма алаң. Отырмын абақтының бөлмесінде, бұйрықсыз көз жетеді өлмесіме. Есіктің құлпы мықты күзетші кеп, ажалдан басқа ешкім келмесіне. Қоршаулы айналасы биік қорған, берік қып салған темір терезесіне. Қалайша мұны көріп көңіл сенбес, аттанып жау келсе де бермесіне. Қаламда лаухул махфуз ұмытқан ба, жазбапты бұл орынды көрмесіме. Қаңбақпен салмағың тең бұл бір заман, ала жоқ жел айдаса ермесіне. Тайып алған талай жорға, талай тұлпар, тағдырдың кез болып тұр кермесіне. Солардан жаным тәнім ардақты емес, орынсыз күйзелейін мен несіне. Өлеңді оқыған Сәрсен Ғайни Айбекқызы.